Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай асқабақтан жасалатын кекс немесе бәліш деуге де болады. Соның рецебімен бөліскім келеді. Өте сондай жұмсақ болып шығады. Мен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қолдап кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен бізге асқабағымызды үкіштен өткізуіміз қажет. Барлығын үкіштен өткізіп, асқабағымызды дайындап аламыз. Мінекей осылай барлық асқабағымды үкіштен өткізіп шетке алып қойдым. Ендігіде біз жұмыртқалы массамызды жасаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқамыз қажет болады. Оның үстінен қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап үлкен жылдамдығына дейін апарып миксерлейтін боламыз. Мінекей мен сіздерге мұнда көрсетіп тұрмын. Біріншіден мен жай жылдамдықтан бастадым. Содан кейін үлкен жылдамдығына апарып 5 минуттай миксерледім. Мінекей осылай жұмыртқалы массамыз ағарып көпіргені жақсы. Содан соң оның үстіне сұйық майымды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жаңаға әзірлеген үкіштен өткізілген асқабағымды салдым. Мінекей осылай жайлап салып, содан соң үстіне өзім ванилин қосқан болатынмын дәм келтіру үшін. Содан соң миксердің жай жылдамдығымен миксерлеп алдым. Мінекей миксерлеп болғаннан кейін менде ситадан өткізген болатынмын. Сіз електен өткізсеңіз де болады. Осылай қамыр қосытқышпен ұнымды араластырып өткізіп шықтым. Ұнымызды бөліп салып, миксерлеп алып, содан кейін тағы да бөліп салып, сөйтіп салғанымыз жақсы болады. Бірден салып жібермейміз ұнды. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығады. Тап ондай қою болып кетпеуі қажет. Сұйықта емес. Соны қазір табама құятын боламын. Табама осылай мен майды шашып шыққан болатынмын. Кішкене осылай табама құйып пісіріп алдым. 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай біздің асқабақты бәлішіміз әзір болды. Бәліштің үстінен мен осылай қант ұнтағын сүйіп шықтым. Әдемілік үшін сізде жасап көріңіз. Дәл осындай асқабақты бәліш сізде де керемет болып шығады. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетуіңізді сұраймын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.